5 балаңа арамас жегізбе, хайып қума деп Мөлдір Мұқан өзін сынағандарға жауап берген болатын. Продюсер Мөлдір Мұқан әлеуметтік желіде өзін сынағандарға жауап берді. Оқырмандар оны отбасылық жағдайына қатысты хайып қойып жүр деп сынаған болатын. Ол туралы біраз мәліметтерді мен алдыңғы видеоларда атап өткен болатынмын. Енді дәл осы сұраққа, дәл осы хайпқа Мөлдір Мұқан өзі жауап берді. Мөлдір, егер сен хайп жасасаң, халықты мазақ етсең, онда сен алаяқ қатарына қосыласың. Олай елді өзіме қаратамын деп мазақтауға болмайды. Халық саған ойыншық емес деген. Не деген арзан хайп? Отбасындағы проблеманы бүкіл елге жариялау не әдет деп жазды желі қолданушылары. Алайда Мөлдір Мұқан бұл ешқандай хайп емес екенін айтты. Айта кетейік, әлеуметтік желіде әзілкеш Тұрсынбек Қабатовтың екінші әйелі туралы қауесет тараған еді. Дәл осыған Мөлдір Мұқан өзінің қысқа ғана жауабын берді. Бұл ешқандай хайп емес екенін айтты. Бұдан бөлек продюсер Мөлдір Мұқанның белгісіз ер адаммен түскен видеосы желі қолданушыларының қызу талқысына түсті деп жазады Алаш ұлттық порталы. Мөлдір Мұқан желіде парақшасына белгісіз ер азаматпен жаңа видео түсіріп, сіз үшін бақытты отбасы деген не деген жазба қалдырған. Тұрсынбек Қабатовтың әйелі өз жауабында мәңгілік және адал отбасы деп жауап берген болатын. Және де осы видеоның астына көрермендердің жазған пікірлері өте көп болды. Соның ішіндегі кеткен еркек оралмайды Мөлдір, бақытты болуға лайықсың. Жарайсың Мөлдір, өзіміз адал болдық, әппақ болдық. Бірақ соны көтере алмаған күйеуге не дей аламыз? Өзі адал жан ғана сатқындықты көтере алады, кешіре де алмайды. Бұл да қайраттың жұлдызы ұқсап не боларын білмей жүрген әйелде. Ақша көп, тамақ тоқ, көлік көк, не әйтпесе бір тірлікті ұстада отыр сонымен. Ырбаң-ырбаң етіп анаған да, мынаған да жүгіріп, өз қасиетін кетірмей. Қайраттың қатыны 2 қабат болып тынды. Енді мынау шықты орнына ырбыңдап бір күні. Мен Тұрсынбектің басқа біреуге қарапты дегеніне сенбеймін деп жазды оқырмандардың көпшілігі. Жақында ғана Мөлдір Мұқан желіде өзінің видеосын жариялаған болатын. Ол жерде Мөлдір Мұқан Тұрсынбектің назарын аудартқысы келіп жүр ме? Белгісіз ер адамнан гүл алған Мөлдір тағы да сынға қалған болатын. Дәл осы бойынша ол өзіне жіберген, сол гүлді жіберген адамның кім екендігін, қалай болғандығын барлығын келесі видеода тамашалаңыздар. Сәлденіп алдым, укладка макияж бар, бір қобалжу бар ма? Көрейік енді, гүл жіберіп жатыр, ресторанға шақырып. Кім ол? Ой! Мөлдір ханым, қош келдіңіз. Сәлеметсіз ба? Сіз ба мені күтіп отырған? Иә, мен сізді күтіп отырмын. Арнайы Алматыға келгеніңізді ести сала, біз сізге арнайы гүлдер жібердік. Сізді қуантып Сіз ба маған? Жігіттер емес, қыздар да сізді қолдай алам, сізді қуантқым келді. Қолдаймыз сізді. Рахмет. Атыңыз? Есімім Жайнар. Осы сізді Алматыға келгеніңізді есті. Қуантып сізді қолдау ретінде сізге жібердім. Рахмет. Әйелдер Көп гүл неге? Не үшін? Себебі біз еркектен де артық қуанта алатынымызды дәлелдегім келді. Рахмет. Әйел жанын әйел ғана түсінетін осы шығар, иә. Рахмет, танысқаныма қуаныштымын. Мен де өте қуаныштымын. Сізбен бұрыннан танысқан сияқтымын, өте әдемі, сұлу. Айта алмаймын. Күшті сізде. Адам болғандықтан, жаңа таныстықтан ешқашан қашпайтын адаммын. Әйел адам, ер адам, үлкен, жас, араласа беремін, бәрімен дос бола беремін. Жайнар ханым, рахмет. Обычно кофе ішіп танысып жатады, ұсыныстарын жасап жатады ғой, мысалы, кәсіпте, тағы да басқа. Бұл кісі деген гүлін де жіберді, керемет ыстық тамағымен, әдемі, осындай бетпен әдемі жерде отырдық. Аллаға шүкір, күшті таныстық болды. Таныстығымыз дос. Іс-сапарға келдім деп жазғанды түсінбей қалып жатқан жандар үшін айта кетейін. Негізі бұл тақырыпты қозғамайын деп ойлағанмын. Бірақ шет жағасын айта кетейін, иә. Үлкен компания маған ұсыныс жасады. Табысы өте жақсы. Сондай-ақ Алматыға көшіп келгенімді жөн деп айтып жатыр. Бірақ мен көшіп келуге әрине шешім қабылдай алмаймын. Ең ұрманда жарты жыл тұрыңыз дейді. Жарты жылда мен үшін ұзақ болып тұрып, 1 айға келіңіз дейді. Енді білмеймін, бүгін келісімшартқа отыруға келдік, осы сұрақ талқылауға келдік, және ақырындап жұмысты бастап кетейік деп шешім қабылдап отырмыз.
қандай жұмыс, не жұмыс, оны кейінірек білетін боласыздар. Бұйырса 2 күн Алматыдамын. Ең қызығы Адимов пен Айым да осында, олар басқа шаруалармен келген болатын. Қазір мені қарсы алуға аэропортқа келеміз деді. Ал енді толығырақ кейін айта жатармын, менің жаңа жұмысым жайлы. Вот балаларың өсті деген осы. Это вам. Қандай күшті. Қыздарым Алматыда 3-ші күн ба? Күшті әкел, табай қоямын. Вай, рахмет көп. Қалайсыздар? Мені күтіп тұрсыздар ма? Вай, күшті. Қош келдіңіз, рахмет. Жанель, Мадина, телефон арқылы подругамыз күшті. Қалайсыздар? Маған ба? Ой, күшті. Ой, күшті. Рахмет көп. Бәрің бір адамды күтіп тұрсыңдар ғой, неге таңса бермедіңдер? Күшті, девочки. Че, поехали, да? Поехали. Алматы. Блогер болсаң осы екен. Еркелетіп бізді, я? Гүлмен. Қыздар молодцы, қараш. Жүрсеңіздер болды дейді ғой бізге. Өзіміз ақ көтереміз бәрін дейді. Айымда Алматы жермей жатыр. Кока-кола дейма, үлкен бірдеңе, сәдеңе. Кәсіпкерлер бизнес орталықтар хабарласып жатыр екен. Ал мамасы Айымды қалдыра алмай тұр Алматыға. Не істеген халқым айтыңыздар. Съемка дайын. Келе салып осындай аға-жаға жұмыстар. Күшті. Алматыға қош келдік ағайын. Ау. Жұмыс жалғасуда. Айым. Жаным. Алматы шаһарында жүрміз. Жұмыс деп. Адимов кеше Астанаға кетті. Екеуміз қалдық. Ақ жол болсын бізге. Ақ жол деп қойын. Бізде әлі шаруалар бар, жұмыстарымыз бар. Бұйырса Астанаға түнде барамыз. Алматы неге әдемі болып кетті десем, Айым жүр екен ғой көшеде. Айналайын баладан. Ой, рахмет. Сен де. Чемоданың құтты болсын. Өз чемоданың. Сен тек немен келдің, кішкентай сумкамен? Адемок чемоданды алып кетті. Сөйтіп мына жақтан неше түрі сый сияпаттарын салатын чемодан таппай новый сатып алыпты. Алматы ұнап қалды саған, я? Не істейміз, ал көшеміз ба? Я дейді. Бүкіл семьясымен жүр ғой. Бүкіл семьясымен жүр ғой. Бүкіл семьясымен. Мына кісілер бүкіл семьясымен жүр ғой. Бүкіл семьясымен тойға келеді. Қаншаусыздар сіздер негізі? Аллаға шүкір, Аллаға шүкір. 19 миллион жолымыз берсін. Аумин. Мен Тұрсынбек Қабатовтың мобилограф болып кеттім осылардың семьясын түсіріп жүрем осы. Не деген бақыт. Ел достың өзі мобилограф болды. Құдай-ай, Стамбулда. Мына кісі. Тағы да бір жаңалық. Мөлдір Мұқан өзінің парақшасында Қайрат Нұртаспен дуэт жазуға дайындалып жатырмын. Иә, сенбей тұрмын. Өмірде түрлі рөлдерде болдым. Ана, жар, кәсіпкер. Өнеріммен бөлісетін шақ туды. Сондықтан сіздердің қолдауларыңыз мен үшін қымбат. Қайрат Нұртаспен Мөлдір Мұқан дуэті қалай болады деп ойлайсыздар, деп өзінің парақшасында бөліскен болатын. Және де ол әннің қандай жанрда болғандығын, махаббат туралы ма, әлде өмір туралы болғандығын ба, қай тақырыпта болғанын көрермендерден, оқырмандарынан сұрап өткен болатын. Қазіргі кезде болып жатқан жаңалықтар осы. Алдағы болып жатқан жаңалықтарды білгілеріңіз келсе, осы каналға подписация етіп қоюларыңызды сұраймын.